Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Таңшолпан менің YouTube каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ, өте дәмді, тәтті болып келетін бауырсақ дайындаймыз. Бұл бауырсақ өте жұмсақ болып шығады, дайындап көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге 200 мл сүт, 100 мл сүтке мен 50 грамм сары майды ертіп қостым. Және де 200 мл су. Сонда 300 мл сүт, 200 мл су болады. 2 шай қасық тұз. Және 1 ас қасық шекер. 1 шай қасық 1 ұрт қосамыз. Және аз ғана сұйық май қоссаңыздар болады, көз мөлшермен. Бізде бұл қамырдан 2 зуала шығады. Егер сіз көп ашытқыңыз келсе, 2 есе көбейтсеңіз болады. Жақсылап араластырып, 5 минут тұндырып, үстінен електен өткізіп, ұн қосып, жұмсақ қамыр игеміз. Қамырымызды 2-ге бөліп, менде 2 зуала шықты. Дастарханға, болмаса ковригімізге май жағып, қамырымызды жаямыз. Дастарханға жая берсеңіздер де болады. Біз бауырсақтың жұқа болғанын ұнатамыз, сол үшін жұқа қылып жайдым мен. Сіздер сәл қалыңдау қылып жайсаңыздар да болады. Бұл қамыры 2 есе көтеріледі және тәтті болады. Тәтті, дәмді болып келеді. Осындай насаткамен домалақ қылып кесіп алдым. 4 бұрыш қылып жайсаңыздар да болады. Қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Алдын ала дайындап алғандарың жөн, өйткені тез піседі.